Есік тарс жабылды. Соңғы үмітте сол есіктің арғы жағында қалғандай болды. Менің екі қолымды мықтап ұстап төргі бөлмеге қарай сүйрей жөнелгенде жүрегім кеудемнен шығып кете жаздады. Оның жанарында бұрын соңды көрмеген суықтық пен ашу бар еді. Мені диванға қарай лақтырып жібергенде басым айналып, не болып жатқанын түсінбей қалдым. Ол үнсіз, тек демі жиілеп маған жақындай түсті. Қолы менің иығыма тигенде денем тітіркеніп кетті. Осыдан бір сағат бұрын ғана бәрі басқаша еді. Біз бақытты едік. Немесе мен солай ойладым ба? Негізгі бөлім бәрі кешкі астан басталған. Менің туған күнім еді. Асханадағы үстелдің үстінде хош иісті майшамдар жанып, айналаға жылу таратып тұрған. Арман екеуміз 5 жыл бірге тұрсақ та, ол әлі күнге дейін мені таңғалдыруды білетін. Сол күні де ол үйге үлкен шоқ гүлмен кіріп келіп, мені құшағына алғанда, өзімді әлемдегі ең бақытты әйел сезіндім. Бірақ оның қалтасынан кездейсоқ түсіп кеткен кішкентай қағаз қайнысы бәрін астан-кестен қылды. Мен оны байқамай Арман ас үйге өткенде жерден көтеріп алдым. Онда небәрі бір сөйлем жазылған. Бәрін бітіретін уақыт келді. Бүгін соңғы түн. Бұл не? Кімнен? Неліктен бүгін? Басымда мыңдаған сұрақ тулап, тамағыма өксік тығылды. Мен Арманға қарадым. Ол ештеңе болмағандай күлімсіреп маған шампан құйып жатыр. Менің қолым дірілдеп, қолымдағы қағазды артыма жасырдым. Арман, дедім даусым қарлығып. Біздің арамызда құпия жоқ қой, иә. Ол тоқтай қалды. Көзқарасы бір сәтте өзгерді. Әлгі жылылық жоғалып, орнына мұздай суық сезім келді. Ол қолындағы бокалды үстелге қатты қойды. Сен тағы да менің заттарымды ақтардың ба, Анар? Оның дауысы төмен, бірақ қорқынышты естілді. Мен шегіне бердім. Ол маған жақындай түсті. Содан кейін болған оқиға түс сияқты. Ол менің қолымнан ұстап төргі бөлмеге қарай жетелеп әкетті. Міне, қазір мен диванда отырмын, ал ол менің қарсымда тұр. Ол кенет еңкейіп, менің көзіме тіке қарады. Оның демі бетіме тиіп тұрды. Ол қолын менің жағамнан ұстап бірден шеше бастады. Мен қарсыласпақ болдым, бірақ ол мені тоқтатты. Тыныштал, деді ол сыбырлап. Егер қазір айқайласаң, бәрі бұзылады. Ол менің белімдегі белдікті шешіп жерге тастады. Менің көзімнен жас ағып кетті. Қорқыныш па, әлде көңіл қалу ма, білмеймін. Ол менің көйлегімді шешіп жатып кенет тоқтады. Оның қолында кішкентай, жылтыраған зат пайда болды. Мен оны пышақ екен деп ойлап көзімді жұмып қалдым. Бірақ ешқандай ауырсыну болған жоқ. Тек мойныма бір суық зат тигенін сездім. Көзімді ашсам, Арман маған мұңлы, бірақ мейірімді көзбен қарап тұр екен. Менің мойнымда өте қымбат, гауһар таста жарқырап тұрды. Мен бұл сыйлықты сенің ең соңғы көйлегіңмен кигеніңді қалап едім, деді күрсініп. Соңғы көйлегім? Арман, сен не айтып тұрсың? Әлгі қағаздағы сөздер ше? Ол жерге отыра кетіп басын қолымен ұстады. Анар, мен саған айта алмай жүрген едім. Менің бизнесім күйреді. Қарыздар көп. Бүгін түнде біз бұл үйден кетуіміз керек. Олар келе жатыр. Әлгі хат менің көмекшімнен келген ескерту. Бәрін бітіру дегенім ескі өмірмен қоштасу. Мен сені бұл қауіптен қорғағым келді. Сондықтан сені бөлмеге кіргізіп сыртқы есікті іліп тастадым. Олар келсе, сені таппауы керек еді. Мен есеңгіреп қалдым. Ол мені қорғамақ болған екен, ал мен болсам. Дәл сол сәтте сыртқы есікке біреу қатты соқты. Бір рет, екі рет. Содан кейін есік тарс етіп ашылған дыбыс шықты. Арман атып тұрып, менің аузымды қолымен басты. Дыбыс шығарма, деп сыбырлады ол. Біз бөлменің түкпіріндегі қараңғылыққа тығылдық. Залда біреулердің ауыр аяқ дыбыстары естілді. Олар бірдеңе іздеп, жиһаздарды аударып төңкеріп жатты. Менің жүрегім кеудеме сыймай барады. Арманның қолы дірілдеп тұрғанын сездім. Ол маған қарап, басымен қорықпа дегендей белгі берді. Бір уақытта біз тұрған бөлменің тұтқасы баяу бұралды. Есік шиқылдап ашыла бастады.
Мен көзімді қатты жұмып арманға тығыла түстім. Осы сәтте өмірім көз алдымнан өте бастады. Біздің алғашқы кездесуіміз, саябақтағы серуендер, болашаққа құрған жоспарларымыз. Осының бәрі осылай аяқталғаны ма? Есік толық ашылды. Бөлмеге жарық түсті. Табалдырықта қара киімді екі ер адам тұрды. Олардың қолдарындағы қару астында суық жалтырайды. Арман, шық бері. Біз сенің мұнда екеніңді білеміз, деді біреуі жуан дауыспен. Арман орнынан баяу көтерілді. Ол менің қолымды жіберіп алға шықты. Оны жіберіңдер. Оның бұл іске қатысы жоқ, деді ол нық дауыспен. Әлгі адамдар күліп жіберді. Оны жібереміз. Бірақ алдымен сен бізге тиесілі нәрсені бересің. Арман маған бұрылып қарады. Оның көзінде қоштасудың белгісі бар еді. Ол мойнындағы кілтті шешіп маған лақтырды. Қаш, Анар. Артқы есікпен қаш. Тоқтама. Мен не істерімді білмей қалдым. Бірақ Арман маған айқайлағанда денем өздігінен қозғалып кетті. Мен бөлменің шетіндегі кішкентай терезеге қарай ұмтылдым. Артымнан айқай-шу, төбелес дыбыстары естіліп жатты. Мен терезеден секіріп түсіп қараңғы түнге сіңіп кеттім. Мен жүгірдім. Артыма қарамастан, өкпем өшіп бара жатса да жүгіре бердім. Қайда бара жатқанымды, не істейтінімді білмедім. Тек бір ғана ой мазалады. Арман аман қала ма? Таң атқанда мен қаланың шетіндегі ескі вокзалда отырдым. Үстімдегі жыртылған көйлек, мойнымдағы жылтыраған алқа, бәрі болған оқиғаның шындық екенін ескертіп тұрғандай. Кенет телефоныма хабарлама келді. Бейтаныс нөмір. Мен сені табамын. Қайда болсаң да. Бұл Арман ба? Әлде әлгі адамдар ма? Менің жаңа өмірім қорқынышпен басталды. Бірақ мен білемін, бұл тек хикаяның басы ғана.